Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен кекстің рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантты араластырамыз. Сосын үстіне сары майымызды ерітіп құятын боламыз. Осы массаның үстіне сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ванилин қосып, және де електен ұнды өткізіп, жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне 1 шай қасық содамызды қосып араластырамыз. Қалыбымызды жақсылап майлаймыз, және де көлемін осылай салып шығамыз. Содан соң пешке 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Кексіміздің пісіп не піспегенін ағаш таяқшамен осылай тесіп қарап көреміз. Біздің кексіміз пісті, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Бетінен сахарный пудра сеуіп қоюыңызға да болады. Жасап көрулеріңізге болады. Сіздермен болған Дилназ. Ас болсын.